Шымкентте сиреналық қондырғылар іске қосылып, жалпы сейсмикалық оқу-жаттығу өтті. Төтенше жағдайлар департаменті бекіткен сценарий бойынша 7 балдық жер сілкіну кезіндегі әзірлік іс-әрекеттерді пысықтады. Бүгін еліміздің барлық аймағында жоспарлы сейсмикалық оқу-жаттығу өтті. Сағат таңғы 10:00-де дабыл соғылды. Құлақтандыру жүйесі іске қосылған сәттен шымкенттіктер ғимарат сыртына шықты. Мектептердің бірінде бірнеше кезекте эвакуациялау тетіктері пысықталды. Оқушылар мен мұғалімдер ереже бойынша әрекет етті. Барлығына мамандар түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Шұғыл лагерь құрылып, зардап шеккен адамдарға көмек көрсетілді. Бұл әрине оқу-жаттығу жұмыстары. Бірінші, әр азаматша жеке қызметкер болсын, өзіне деген тиісті құжаттарды әзірлеу керек. Ол дегеніміз, бірінші өзінің куәлендіретін және отбасы мүшелерінің куәліктері болу қажет. Сонымен қатар өздеріңіз көріп отқандағыдай табиғи техногендік жағдай болатын болса, ол тек қана жер сілкінісіне байланысты емес, су алуы мүмкін, сел алуы мүмкін, немесе бір жерден екінші жерге шұғыл түрде төтенше жағдай болып көшуі мүмкін. Сол кезде әр тұрғын өзіне 3 күндік жағдайын жасау үшін құрал жабдықтармен қамтамасыз етілу керек. Жаттығу барысында мамандар тұрғындарға эвакуациялау жолдарын, қауіпсіз жерлерді алдын ала анықтап, апаттық шабадан дайындаудың маңыздылығын түсіндірді. Сейсмо жаттығуға тек мектеп оқушылары мен студенттер ғана емес, қала бойынша 200 мыңнан астам адам жұмылдырылды. Гүлназ Асан, Жансек Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.